Аймақтағы эпидемиологиялық ахуал жаңа жылдық мерекелерді шектеусіз қарсы алуға мүмкіндік бере ме? Осы және өзге сауалдарға жауап алу үшін біз Риддердің бас санитарлық дәрігеріне Гүлмира Мырзагараеваға жүгіндік. Шығыс Қазақстанда коронавирус инфекциясы жөніндегі эпидемиологиялық ахуал бүгіндері тұрақты деп бағалануда. Өңір жасыл аймақта орналасқан. Қарашада және желтоқсанда Риддерде COVID-19 бен науқастанудың көрсеткіші өткен жылдың осы кезеңімен және күзгі айлармен салыстырғанда төмендегені байқалады. За ноябрь 2021 года у нас было зарегистрировано 2021 жылдың қарашасында бізде коронавирус инфекциясымен науқастанудың 30 оқиғасы болды. 2020 жылдың қарашасында 710 оқиға болған, яғни төмендеуі 23 есе. 2021 жылдың желтоқсанында статистикалық мәліметтердің өзгеруі байқалады. Пандемияның басынан Риддер қаласының аумағында 2153 коронавирус инфекциясының оқиғасы тіркелген. 2020 жылы 1303 оқиға, 2021 жылы 850 оқиға. Төмендеуі 1,5 есе. Коронавирус инфекциясы жөніндегі эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруын дәрігерлер Қазақстанда ағымдағы жылдың ақпанында басталған тұрғындардың жаппай көпшілік вакцинациясымен байланыстырады. Ресми мәліметтерге сәйкес, елімізде толықтай 8 миллион 382 мың қазақстандықтар екпе салдырған, және 9 миллионға жуық адамдар вакцинаның бірінші компонентін алған. Согласно анализу, который проводил Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті өткізген талдауға сәйкес, коронавирус инфекциясымен науқастану көп жағдайда вакцина алмаған азаматтардың арасында тіркеледі. Ол шамамен 95-96%. Осындай мәліметтер Риддер қаласының аумағында да байқалады. Ковид бөлімінде бізде көбінесе екпе алмаған тұлғалар жатыр. Риддерде ересектердің, 12-ден 18 жасқа дейінгі жасөспірімдердің, 16-дан 37 апта аралығындағы жүктіліктегі әйелдердің, бала емізіп жүрген аналардың вакцинациялары бойынша кампаниясы жалғасуда. Онан тыс, 22 қарашадан коронавирустан ревакцинация бойынша кампаниясы басталған. Айта кетсек, Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі ревакцинация әдісін өзгертті. Осылайша 8 желтоқсаннан бастап ревакцинацияға 6 айдан соң вакцинацияны 2 дозамен аяқтаған барлық тұлғалармен коронавирус инфекциямен науқастанған тұлғалар жатқызылады. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, бас санитарлық дәрігердің қаулысымен 2021 жылдың 22 қарашасынан бастап ел аумағында азаматтардың ревакцинациясы өтуде. Ол вакцинацияның толық курсын алғаннан кейін 6 айдан соң өтеді. Және толық курсында қолданбаған вакциналар ұсынылады. Егер Спутник V вакцинасының толық курсын алса, ревакцинацияны Veracell вакцинасымен жасай алады. Бұл Қытай өндірісінен шыққан Риддерлік қалалық ауруханасында бар вакцина. Ревакцинацияға Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық тұрып жатқан адамдар жатқызылады. Және ел аумағында 3 және одан көп ай тұрып жатқан шетелдіктер. Бүгіндері әлемде омикрон атауын иеленген коронавирус инфекциясының жаңа штаммы шарлап жүр. Сараптамалық мәліметтер бойынша ол өзінен бұрынғы дельта штаммнан жылдамырақ тарайды, және ауа тамшы жолымен де жұғады. Вирустың осы штаммының жылдам тарауына байланысты әлемнің көптеген елдері, соның ішінде Қазақстан, қосымша шектеу шараларын ендірген. И наша страна тоже Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес елімізде белгілі іс-әрекеттер қабылданды. Елімізге Израиль, Чехия, Нидерланды, Ұлыбритания, Италия, Германия, Австралия, Канада, Бельгия және Египет елдерінен келген азаматтар ПТР тесті теріс нәтижесін көрсететін анықтамаларын ұсыну керек. Және ол екпені алған-алмағанына қарамастан. Және осы азаматтар елге келген соң 7 күн оқшаулану керек. Вакцинациялануына тәуелсіз. Жалғасқан шектеу шараларының аясында және жаңа жылдық мерекелер қарсаңында риддерліктерді балалардың және мектептердегі таңертеңгіліктердің өту сұрағы алаңдатуда. Онымен қоса ұжымдық корпоративтердің де. Шығыс Қазақстанда көпшілік шараларды өткізуге барлығына емес және бір қатар талаптармен рұқсат берді. Ал 13 желтоқсаннан бастап ашық жобасына қатысатын нысандарға өзгертулер ендірілді.
Согласно постановлению главного санитарного Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, бізде бұрынғыдай білім мекемелерінде көпшілік шараларды өткізуге тыйым салынады. Топтарды, сыныптарды біріктіріп. Жаңа жылдық таңертеңгілікті тек жеке топпен, жеке сыныппен өткізуге болады. Бұл індетті таратуды төмендету үшін. Және Шығыс Қазақстанның бас санитарлық дәрігерінің 16-шы қаулысымен жасыл мәртебесі бар тұлғаларға салтанатты шараларды, банкеттерді өткізу тек ашық жобасына қатысатын нысандарда рұқсат етіледі. Ал нысанның персоналы, келушілері ашық қосымшасынан өз мәртебесін тексеру үшін өтуі керек. Жасыл аймақтағыларға қоғамдық тамақтану нысанында 100 адамға дейін болуға рұқсат. Бірақ санитарлық эпидемиологиялық қызмет мерекені отбасымен өткізуге кеңес береді. Індетті жұқтырмау үшін. COVID-19-ды жұқтыру тәуекелін төмендету үшін дәрігерлер жаңа жыл мерекелеріне туыстар мен достарды шақыруға кеңес бермейді. Биыл өткен жылдағыдай жаңа жылды отбасы ішінде ғана қарсы алғандарыңыз дұрыс болар. Жаңа жыл қарсаңында мен рейдерліктерді келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Әрине денсаулық тілеймін, ал рейдерге гүлденуін, елімізге тұрақтылық тілеймін.